Hello, boys and girls. How are you today? Let's start our English lesson. The theme of our lesson, weather. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ауа райы. Біз ауа райы туралы сабағымызды одан әрі жалғастырамыз. So, today we will learn new words, to study modal verbs, and to talk about camping and camping safety. So, campfire. Allow. Firewood. Отын. Rope. Арқан. Fishing rod. Қармақ. Ау. First aid kit. Алғашқы көмек жинағы. Camp stove. Газ плита. Blanket. Көрпе. Cool box. Салқын қорап, яғни біз тамақ салып жейтін қорапша. Whistle. Ысқырық. Penknife. Қалам пышақ. Окей, бүгінгі сабақтың жаңа грамматикасы. Must деген сөз бұл жалпы қажеттілік пен міндеттілік үшін қолданылады. For example, I must swim. Мен жүзуім керек. He must help. Ол көмектесуге міндетті. Яғни бұл біз үшін міндетті зат, бір нәрсені жасаудағы міндетті дүние, және де тыйым салу арқылы міндеттеу. Келесі. Have to модальды етістігі. Белгілі бір жағдайға байланысты тиісті қимыл әрекеттің міндетті түрде істелу, болу керектігін айту үшін қажет. Мысалы, I have to do it now. Мен мұны қазір істеуім керек. Яғни міндетті емессің, бірақ істеуің керек. Ал don't have to бір нәрсенің істеуге қажеті жоқтығын, бір нәрсені істеуге міндетті емес мағынасын білдіреді. Мысалы, you don't have to do the exercises at the end of this page. Сен соңғы беттегі жаттығуды істеу қажет емес. Яғни соңғы беттегі жаттығуды істеу міндетті емес, істеу керек емес. Ал mustn't бұл бір нәрсені істеуге болмайды. Яғни бір нәрсені істеуге саған тыйым салу мағынасы. Мысалы, you mustn't drink if you are going to drive. Егер сіз көлікке отыратын болсаңыз, спирттік ішім ішуге тыйым салынады. Мысалы, пойыздың ішінде темекі шегуге тыйым салынады. Немесе мысалы, mustқа мысал келтіретін болсам, мындай балалар. Мысалы, must ол бізде for example, сен күнде мектепке келуге міндеттісің. Сен сабақ оқуға міндеттісің. Сен үй жұмысын орындауға міндеттісің. Ал mustn't мысалы, сынып ішінде шулауға болмайды. Яғни бұл тыйым. Мектепке чипсы, сағыз, сондай заттарды алып келуге болмайды. Сынып ішінде төбелесуге болмайды. Осы кезде біз mustn'тты қолданамыз. Міне, мысалы, mustn't. For example, she must be in bed because she has a flu. Ол төсекте жатуға міндетті, өйткені ол тұмаумен ауырып жатыр. Мысалы, mustn't, яғни болмайды, тыйым. Peter mustn't sleep during the class. Сабақ болып жатқан кезде Питерға ұйықтауға тыйым салынады. For example, Jack must brush his teeth before going to bed. Jack ұйықтар алдында тісін жууға міндетті. Яғни бұл қатаң ескерту. You mustn't smoke. Саған темекі шегуге тыйым салынады. Немесе болмайды. Okay, so your home task, балалар, 70-ші беттегі
6-шы тапсырманы орындап маған жібереміз. Goodbye.